түсірілім топпен қысқы балық аулауды көрсету үшін Қаратал өзеніне келдік. Шамамен Талдықорған қаласынан 100 шақырымдай жол жүрдік. Балықшылардың айтуы бойынша осы жерден олжалы бола аламыз. Себебі мұздың астындағы ағыста қатты емес. Соның арқасында балық та оңай түседі дейді. Мінекей қымбатты ағайын, демалысымызда басталды. Енді қармақтарымызды дайындап жатырмыз. Арнайы мінекей орындарында бәрін реттеп дайындап қойдық. Қазір енді балық қалай түседі, көреміз. Қармақтарымыз құрылды. Енді балықтардың түсуін күту. Біз сияқты шамамен айналамызда 20 шақты балықшы отыр. Қыс мезгілі мен жаз мезгіліндегі балық аулау негізі екі бөлек екен. Жаздағыдай бір орында ұзақ отыруға қазір болмайды екен. 10-15 минут шамамен күттік, балық түспеді. Енді орнымызды ауыстырып, басқа жаққа отыру керек. Әзірге бұл жерден түк шықпады. Енді үмітіміз осы жерде болып тұр енді. Бісміллә деп бастадық. Енді тағы да 10-15 минут күтіп көрейік, не болатын. Бағымыз жанып балық түсіп қалар. Келгенімізге 5 сағаттай уақыт өтті. Әзірге тыныштық. Айналамыздағылар олжалы бола бастады. Вот, началось. Как вы подошли, вы не уходите, ладно? Хорошо. Вы стойте здесь. Өзім үмітпен салған қармағым көп күттірмей балық ілінгені жайлы белгі берді. Ұзамай тағы да түсті. Көңілімізде көтерілді. Табиғат аясында демалыстың сәтті бола бастағаны сонша, тіпті уақыттың біразға жеткенін тек күн ұясына бата бастағанда байқадық. Мінекей қымбатты көрермен, бүгінгі таңнан бері ұстаған олжамыз енді 3 балық. Бұның өзі бізге қуаныш. Бүгінгі демалыс күніміз осылай сәтті өтті. Енді осылардан бір дәмді ас әзірлеп көреміз. Табан балықтарын ұсақтары күміс тәрізді, қабыршықтарымен жабылған. Ал үлкендері күңгірт және күнге шағылысқанда алтын түстес болады. Осы балықтан асымызды дайындау үшін оны тазалап ішін ашып, сәл тұз сеуіп, оң қаунаттық. Таңнан бері жүріп, аулаған балығымызды қуырып жатырмыз. Дайында болып қалды. Қазір енді өзіміздің түсірілім топпен осы балығымыздың дәмінде татамыз. Демалысты сәтті өткізудің бір заңы ол қауіпсіздігімізді ойлау. Қайда барсаңыз да сақтық шарасына баса назар аударыңыз. Күндеріңіз жақсы өтсін. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы.